Инвестицияда портфель деген ұғым бар. Бұрын біреулер өзінің құнды қағаздарын былғардан жасалған қоңыр түсті портфельде сақтайтын, ал қазір оны елестету қиындау. Осы уақытқа деген инвест әлемінің қыр-сырын бірге зерттеп жүрдік, ал енді бүгін осының барлығын бір портфельге жинайтын уақыт келген сияқты. Инвестицияда портфель ұғымы нені білдіреді және оны қалай құруға болады? Осы сұрақтың жауабын бірге анықтап көрейік. Бұл Жусан Инвест арнасы, сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Инвестициялық портфель инвестор максимал пайда табу немесе тәуекелдерді әртараптандыру үшін таңдалған активтер жиынтығы. Инвестициялық портфельге түсетін активтердің саны мен құрамы инвестордың тәжірибесі мен оның мүдделеріне байланысты болады. Портфель құрудың мақсаты белгілі бір тәуекел деңгейінде қажет кіріс деңгейін қамтамасыз ету. Оның бірнеше түрі болады. Осы ретте сіздерге инвестициялық портфельдердің түрлері туралы толығырақ айтып берейін. Консерватив. Әдетте бұл мемлекеттік бағалы қағаздардан, акциялардан, алтыннан тұрады, ал кіріс инвесторға қажетті деңгейде сақталады. Қалыпты. Тәуекел деңгейі жоғары әрі жоғары табысты қағаздар және мемлекеттік облигациялар түріндегі табысы төмен сенімді қағаздар. Қысқасын айтқанда, орташа кіріс пен орташа тәуекел. Агрессив. Портфельдің бұл түрінде тәуекел айтарлықтай жоғары. Сондықтан бұл портфельде инвестор өз портфелін өзі басқарады, немесе брокермен үнемі байланыста болады. Инвестициялық портфельді құру бірнеше кезеңнен тұрады. Өзіңізді инвестор ретінде елестетіңіз. Сіз консерватив, орташа немесе тіпті агрессив инвестор шығарсыз. Инвестициялық мақсатыңызды анықтаңыз. Сіз нені көздейсіз? Максимал кіріс, минимал тәуекел, капиталдың тез өсуі, инвестициялардың тез қайтарылуы, немесе бірден осылардың барлығы. Қаржы нарығына талдау жүргізіңіз. Сіздер үшін біздің сайтымызда және осы арнамызда апта сайын шолулар жарияланып тұрады. Инвестициялар үшін активтерді таңдап, олардың кіріс деңгейі мен тәуекелдің ең төмен деңгей арасындағы арақатынасты анықтаңыз. Енді сіздер активтерді сатып алып, портфеліңізді бақылап отыра аласыздар. Оның динамикасын бақылап, портфельдегі активтерді өзіңіз таңдаған стратегияға байланысты ауыстырып отыруыңыз қажет. Ең бастысы инвестициялық портфельдің тәуекелі мен кірісінде байланысы барын, жоғары кіріс жоғары тәуекеліне тең екенін түсінуіңіз керек. Ал осы ретте қандай тәуекелдер болуы мүмкін? Мысалы, саяси тәуекел – бұл үкіметтің өзгеруі, қақтығыстар және тағы басқасы. Экологиялық тәуекел – табиғи апаттар немесе экологиялық жағдайдың нашарлауы жағдайында шығындар болуы мүмкін. Инфляциялық тәуекел – инвесторлардың капиталына әсер етіп, оны құнсыздандыру мүмкін. Ал валюталық тәуекел – елде қалыптасатын саяси және экономикалық факторларға байланысты туындауы мүмкін. Жалпы айтқанда, сіздің портфеліңіз қандай болатынын тек өзіңізге байланысты. Жусан Инвест барлық мақсат пен мүдделерді ескере отырып, сізге модельдік инвестициялық портфельдерді ұсынады. Мысалы, сән әдемілікті ұнататындарға фэшн портфелін ұсына аламыз. Ал мысалы, ойын ойнауды ұнататындарға киберспорт портфелін ұсына аламыз. Сондықтан, егер сіз инвестицияға көп уақыт жұмсағыңыз келмесе және қолайлы ортаны іздесеңіз, бұл сіз үшін мықты мүмкіндік. Басқа да қызық жаңалықтар мен кейстерді біздің Instagram парақшамыз бен Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Сіздермен болған Расыл Миразбек, бұл Жусан Инвест арнасы. Көріскенше.